Саламатсыздар ма достар? Мен осы Альфа академиясында оқитын 11 класс сынып оқушысы Женисова Ализаның анасы Жанат боламын. Дәл қазіргі уақытта 30 университеттерге документтерін жіберіп, сол 30 университеттің әзірге 6 университетінен грант жеңіп отырмыз. Бірақ әлі алда біздің осы сәуір айы және мамыр айы бар. 2 ай бізде әлі үмітіміз көп. Басқа университеттен шақырту алуымызды күтіп отырмыз. Экономист әрі блогер Дәулет Мұқаевтың инстаграмында Альфа академиясының директоры Бақнұр Жолдаспен тікелей эфирін көріп, сол жерде қатты қызығып, қызымды осы жерге алып келдім декабрь айында. Басқа оқу орындарынан салыстырғанда Альфа академияның бір жақсы ұнаған артықшылықтары маған мұғалімдер жаста болса өте білімді, және де әр оқушымен тығыз байланыста, демалыс күндері болсын, мейрам күндері болсын, үнемі хабарласып телефонмен балалардың жаңағы оқу орындарына тапсырды ма, тапсырмады ма, соны біліп, жағдайларын біліп отырады. Біріншіден, өте дамыған елдердің қатарындамыз деп ойлаймын. Қазір ағылшын тілін білу керек, практика болу керек. Екіншіден, қызымның өзінің талабы шетелде білім алғысы келеді. Сол үшін қызым Ализа менің 6 класстан бері ағылшын тілін қызыға оқиды, және осы 11 классқа келген кезде өз бетінше 2 рет дуолинго тапсырып, IELTS-ның несін жаңағы көтере алмаған балдарын. Осында келдік декабрь айында. 2 аптаның ішінде 5 балдан біздің Ализаның жетістіктерін 6 балға көтеріп берді. Әрине, бұл жерде мұғалімдердің көмегі өте зор. Қай несінен төмен болып жатса, қай этаптарынан, сол этаптарын жекеше дайындап, балдарын көтеруге көмек берді. Егер де сіздің балаңыз шетелде жақсы білім алып, гранттарын ұтып алғысы келсе, онда бірден бір ойланбастан сіздер Альфа академиясына келулеріңізге болады. Бірден бір сіздерге көмек беретін осы Альфа академиясының мұғалімдері деп ойлаймын.